Дәмі шашлик сияқты өте керемет болып шығатын бауырды осылай ерекше жұмсақ етіп пісіру тәсілімен бөлісетін боламын. Рецепті жоғалтып алмас үшін парақшаға тіркеліп өзіңізге сақтап алуды ұмытпаңыз. Алдымен бауырдың екі жағындағы пленкасын қолымызбен жұлып алып тастап, бауырды жұқалап турап аламыз. Бауырдың ерекше жұмсақ болу құпиясы үстіне 2 ас қасық нан содасын қосып араластырып 15-20 минутқа қоямыз. Ешқандай да зияны жоқ, қорықпаңыздар. Соданың құрамында қосытқыш қасиеті болғаннан кейін бауыр өте керемет жұмсақ болып тез пісетін болады. Салқын суға жақсылап жуып алғаннан кейін дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосып араластырамыз және үстіне 3 ас қасық ұн қосып араластырып, асты қызып тұрған табадағы майға орташа отта осылай екі жағын аудара отырып қызартып барлығын пісіріп аламыз. Бауырымыз өте тез пісетін болады және